You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұржан KZ. Бүгінгі видеода мен Free Fire'дағы харам заттарды көрсететін болам, және де Free Fire харам ба, соны анықтайтын боламыз. Ендеше кеттік видеоға. Let it go, let it go. Эй, Хью Хафнер, Хью Хафнер, Бля, у меня голос охрип. Достар, сендер ең алдымен Free Fire'да харам деп жатқан заттарды, суреттерді көріп шығыңдар. Содан соң мен өз мнениемді айтам. Давайте көре беріңдер. Менің ойымша Free Fire харам сияқты, өйткені Free Fire ойынында айшықтың белгісін зомби самурайдың маңдайына салып қойған. Не екені белгісіз, айшықты енді кім білмейді, негіз көбісі білетін шығар, бірақ білмейтіндер үшін айтайын. Айшық біздің ислам дінінің белгісі. Мысалы Mercedes, Lambo дейтіндердің маркасы болады ғой алдында. Дәл сол сияқты маркасы біздің ислам дініміздің. Соны олар зомби самурайдың маңдайына сатып қойған. Негізі зомби самурай жақсы киім емес қой, мүйізі шығып кеткен, сатана дейді ғой, қысқаша сондайдың киімі. Дәл соған ислам дінінің маркасын салып қойған, қысқаша айтқанда. Сол себептен де бұл ойынды харам деп ойлаймын. Мысалы періштенің киімін шығарып, оның маңдайына ислам дінінің маркасын салып қойса, ештеңе демес едім. Бірақ бұлар сатананың киіміне салып қойған достар. Осымен видеом аяқталды достар. Видеом ұнаса лайктарыңды басыңдар. Сендерге от души достар, видеоның соңына дейін көргендерің үшін. Давайте аман болыңдар. Stranded in the open,